Күн жүйесіндегі ең ыстық ғаламшар шолпан жайлы не білесіз? Бүгінгі шығарылымызда осы нысан жайлы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жер егізі. Шолпан ерте кезден жер ғаламшарының егізі саналып келді. Алайда ғаламшар туралы алғашқы деректер алынған кезде бұл пікір бірден жоққа шығарылды. Ғаламшардың ыстық температурасы мен тығыз атмосферасы оның жерге де геологиялық тұрғыдан ұқсас екенін көрсеткен. Серігі жоқ ғаламшар. 17-18 ғасырларда кей астрономдар шолпанның серігі ашылғанын жариялап, оған тіпті нейт деген атау берген. Алайда тыңғылықты бақылаулар бұл тұжырымның қате екенін көрсетті. Сондықтан күні бүгінге дейін шолпан мен Меркурий күн жүйесіндегі серігі жоқ ғаламшарлар саналады. Төтенше атмосфералық жағдайлар шолпанды күн жүйесіндегі зерттеуге ең қиын планеталардың біріне айналдырды. Оның бетіне түскен бірде-бір зерттеу аппараты 2 сағаттан артық жұмыс істемеген. Аспандағы ең жарық нысан. Шолпан аспандағы күн мен айдан кейінгі ең жарық ғаламшар саналады. Оның жарықтығы соншалық түскен нысанның көлеңкесін де түсіре алады. Қараңғы ғаламшар. Ғаламшар беті әркез қарауытып тұрады. Оған себеп тығыз атмосфераның күн сәулесін өткізбеуінде. Сондықтан шолпанды кезгенде ол жақта не күн, не түн екенін анықтау өте қиын. Шолпанда өзге ғаламшарлардай жыл мезгілі жоқ. Онда бір қалыпты ыстық температура сақталады. Астрономия жайлы осы және өзге де мәліметтерді білгіңіз келсе, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Видеоға лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.